Ария. Сосын ұлттық мүдде. Одан кейін бүгін қала құндылығы бойынша біз жаңаны білуге, жаңаны тануға ұмтыламыз, құштар болуымыз. Яғни біз бүгінгі сабақта жаңа нәрсені үйреніп, өзіміздің бойымызға жаңа білім алып кетеміз, е? Ары қарай. Енді балалар жаңа тақырыпты бастамас бұрын бізде оқулықта тұр, бірінші тапсырма, 2 сурет берілген екен осы жерде, иә? Енді осы 2 суретті біз анықтап алайық. Бұл қандай саябақтар екен? Қай қаладағы саябақтар екен? Айнұр. Балалар қыдыратын жерлері, балалар ойнататын жерлері. Жақсы. Ал енді біздің қалада қандай саябақтар бар? Кім көрген? Барлығымыз қатысамыз сабаққа. Городокта саябақ бар ма? Жақсы. Одан басқа тағы қаяқта бар? Еркенжан. Таразда саябақ бар, дұрыс. Біздің пландағын айтайықшы, алдан. Дендро саябағы бар. Тағы бір қалып кетті ғой. Центрде орталықта қандай саябақ бар? Иә, Ақылсамат дүкенінің қасында балалар ойнайтын, демалатын, өзендерге арналған саябақтар бар екен. Жақсы балалар. Жалпы саябақ дегеніміз түсіндік, иә? Енді мына бірінші тапсырмада мына жерде өрнек берілген. Мен сол өрнекті қазір, мына өрнектің мәнін табамыз. Мәнін тапқаннан бұрын мына өрнекті бетекші. Мына тақтадағы немесе кітаптарда бар өрнек. Бірінші өрнекке қараңдарда орнығымен қойыңдар. Басы ұшықтан басталады. Көрген баста. Бірінші кім тұрады? Амира сен. Бірінші ма? Иә. Кел. Амира сен. Аха, орнына отырыңыз, тез-тез. Екінші? Али сен екінші. Али екінші. Келе ғой. Одан кейін? Құрмет сен. Үшінші тұр. Құрмет кел, тез-тез. Еркежаннан yana. Құрметтің орнына. Мағжан сен. Төртінші тұр. Мағжан кел, аха. Оғыздан 4 қалам? 5-ке 5 болса? 10. Яғни бұл өрнек бірінші тұрған 10 деп тұрмын, көрдер ма? Бұл Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің саябағы екен. Ал енді біздің тұңғыш президентіміз кім еді? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан Назарбаев. Жақсы. Ал қазір президентіміз кім? Кемелұлы Тоқаев, иә? Енді кем десе аз айтамыз деп, не істейміз? 15-те. Қанша болады? 15-тен 5 айтам? 10 болады. Сонда жауабына не жазам? 10 жәшік сары гүл деп жазам. Енді қазір меселіне сұрағын жазамыз. Мынау қаңқасына, үстіңгі жағына есептің шарты жазылады. Ал астына шешуін жазамыз. Балықтың құйрығына жауабын жазамыз. Бұл топтық жұмыс болады бізде. Ал ортаға жақындаймыз. Бірінші топ өтіміз. Салыстырамыз. 6 дециметр, азайту 4 дециметр. Қайсысы? 2 дециметр. Ал мына жерде? 5-тен аламыз 2 тең 3 дециметр. Міне аламыз 2 болды, міне аламыз 3 болды. Қайсы үлкен? 3 дециметр үлкен. Жақсы отырады. Келесі екіншісін кім айтады? Екіншісін кім айтады? Еркежан? 30 сантиметр. Бер қара. Міне домино әдісі. Мына жерде қанша нүкте тұр? 5. Мынаның астында 5 деп жазасыңдар. Сосын мына бетте 3 тұр. Мына жерге 23 болады. Сосын мына жерге бірінші 3-тен бастаймыз, 3 нүктеден. 3 35. Сосын екеуін не істейміз? Салыстырамыз. 53 нүкте, 35 нүкте. Осылай орындайсыз. Енді қалай жасаймыз? 81. Мына қайсы үлкен? Жақсы. Енді орныңыздан тұрайық, 8 сәтін жасап алайық. Кері байланысты алып келіп отырмын. Енді егер сабақты барлығын жақсы түсіндік десеңдер, жасыл шамға саласыңдар. Ал көк шам бізде ол
қанағаттанарлықтай түсіндім. Онша түсінбедім деген сөз, ал сарышам ол қайталауын қажет. Кішкене көмек керек, түсінбеген жерлерім бар деген білдіреді екен. Қалташасы бар, сол қалташаға саламыз. Кезектен қаламыздан отырамыз. Жақсылап оқыңдар. Мына жерде мені жазып қойдым, мысалы. Кімге көргем, ақылдым сол. Наурыз, жақсы қатыстың сабаққа. Кім? Ерқанат, сенің талпынысың маған ұнайды. Дұрыс жасадың, сені қолдаймын. Күш білімде жарайсың жас. Білімді бол, оқи бер. Мынау, мен сені мақтан, Бексұлтан. Маған сенің ойың ұнайды. Күш білімде жарайсың, Айзере. Ары қарай ерекше жауап бердің, жақсы қатыстың. Сені әрдайым қолдаймын, Айсұлтан. Бәрекелді, Амира. Тырысып едің, жасадың. Сен бүгін сабақты жандандырдың, Әли. Рахмет балалар, түсіре қойыңдар. Ары қарай келесі тапсырма біз